Бүгін реалитінің 6-шы сериясы. Барлықтарымыз қоштасайын деп жатырмыз. Барлықтарымыз дос болып, жолдас болып, бір-бірімізге көмектесіп, мәз болып, қуанып жүргенбіз. Қоштасқымыз келмей жатыр. Соңғы күні прям кеткіміз келмей жатыр. Бір-бірімізді қимай, бір-бірімізге үйреніп бауыр басып қалыппыз. Күшті нәтижелермен ұшып жатырмыз ұядан. Екінші рет тағы да қал десе осында қала беретін едім. Аллаға сансыз шүкір. Осындай жағдайда осы кісілермен танысып, осындай үлкен жобаға келіп, осындай үлкен орта қалыптастырып жатырмыз, шүкір Аллаға. Бүгін соңғы күні, енді соны қимай тұрмыз енді. Ерболат мырзаға рахмет. Иә, Ерболат мырзаға еңбегі ақтала берсін. Армысыздар, құрметті көрермендер. Бізден осы 7 күнге созылған біздің Қазақстанда бұрын соңды болмаған трейдинг реалитиміз бүгін аяқталды. Енді бүгін қорытындылайтын боламыз, кім қандай нәтижеге жеткенін барлығын көретін боламыз. Бұл жерде тек қана плюс табысқа шыққандармен қатар минусқа кетіп, яғни шығынға кеткендер де болды. Кімдер екен? Соның бәрін бүгін көретін боламыз. Ал сіз қай трейдердің жанкүйерісіз осы реалити шоудағы, соны міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіздер. Енді жоба сіздерге ұнады деген ойдамын, міндетті түрде қолдау білдіріп қойыңыздар. Ал кеттік, оны деше бастаймыз. Сонымен бүгін бізде қорытынды осы уақытқа дейін жалпы жоба қалай болды сіздерге, ұнады ма? Рахмет, енді бүгін қорытындылаймыз, номинация береміз. Бүгін бізде соңғы күн, алдағы уақытта Алла бұйырса YouTube-қа шығаратын боламыз. Жалпы білім алып шықтыңыздар, біліммен қатар қаншама орта таптыңыздар, достар таптыңыздар, иә? Сол үшін өздеріңізге бір қошемет ұрып қойсаңыздар, рахмет бүгін. Енді бүгін қорытынды, трейд ешқандай нәрсе жасамаймыз. Бүгін тоқталды, болды, енді нәтижелерді есептеу басталады. Рейтингтерін шығаратын боламыз, кім қаншалықты қандай результатқа жеткен, иә? Сосын бүгін көптеген ойындар болады, сондықтан белсенді қатысып отырсақ баршамыз. Хорошо? Қазір мен бір-бірден шақырам, сол кезде орындықпен ар жағынан емес, красный дорожка жақпен келесіздер, хорошо? Сразу марапаттан бастайық онда. Так, сертификат. Біздің жалпы реалитидің айтайт компаниясының атынан беріледі. Реалити жобасына қатысып, белсенділік танытқан үшін Әсет Бегалұлы марапатталады. Керемет. Құтты болсын. Әмин, естім. Кәм, маны суретке суретіне заққан бейтім? Міне. Құтты болсын. Мен андай кішігіріміздің компанияның атынан сізге сыйлық. Ала бұйырса. Жалпы қалай болды жоба сізге? Жоба өте керемет болды негізі. Бұл жерде $500 бастадым. Бірақ көптеген стратегияларды, жаңа адамдардың стратегияларын, өзімдікін, барлығын қолданып көру маған өте қызық болды. Басында бастапқы күндері маған командамен жұмыс жасау, жалпы шуда жұмыс жасау өте оңай болған жоқ. Бастапқы күндері мен өзі жалпы кейін көресіздер, қып-қызыл отқан кездерінде көп болды. Бірақ негізі соңында бәрібір ақтап шыға алдым өзімдікін. Аллаға шүкір, 500-бен бастадық. Нәтиже қатты жоғары болмаса да, плюс 150-170-ге дейін апардым. Қазір 170 плюс 170-ден аяқтап тұрмын. Бірақ бұл жерде ең бастысы маған ең қатты қызық болғаны адамдармен бірге жұмыс жасау, одан кейін жаңа инсайттар алу, басқа да сосын тек қана анализ емес, психологически адамдардың да әсері қатты болатынын мен байқадым трейдингте. Осы жерде маған өте қызық болған сол нәрсе болды. Және де бұл реалитиге қатысқаныма өте қатты қуаныштымын. Әрдайым осындай сәттерде осы команданың жанында табылуға армандаймыз, жақынырақ болсақ дейміз. Өйткені әрдайым білім беретін академияда жанында жүру, жаңа білімнің бұлағының қасында болу деп білемін. Сол үшін барлық қатысушыларға сәттілік тілеймін. Маған ренжіген кісілер болса, маған қарап ашуланып ішіне обида сақтағандар болса, сразу кешірім сұрап қояйын. Ондай сәттер қайта туа бермейді. Әрдайым ауызбіршілігіміз жоғары деңгейде болсын. Бәрекелді, Әсет мырза, құтты болсын. Рахмет, орныңызға жайғаса берсеңіз болады. $500 мен, яғни 245 мың теңгемен бастаған. 100 қанша дедіңіз?
$170 ол теңгемен қанша болады енді есептеп жүрсек 85 мың теңгедей жаман емес деп ойлаймын 7 күнде. Рахмет. Енді дәл осындай мәтінде келесі бізде қатысушы рекордсменка біздің жаңа жалпы Қазақстандағы звезда трейдер десек болады, иә? Боранбай Жадырахан марапатталады. Жалпы Жадыраханым бізде. Құттос Жадырахан. Жалпы Жадыраханым қазір жаңа звезда деп айтып жатқан себебі бар. Қазір өзі түсіндіріп айта кететін шығар. Бітіргеніңізге, 23 потокта бітіргенсіз. Бізден қанша уақыт болды жалпы курс бітіргеніңізге? 3 апта болып қалған шығар. 3 апта болды и бірден біз реалитиге не істейтін болды, иә? Получается, бір 10 күннен кейін сіз сразу реалитиге қатысқансыз, иә? Енді жалпы жоба туралы, қаншамен бастадыңыз, қалай болды, сол туралы бір айтып жіберсеңіз. Жоба маған қатты ұнады. Бірінші командаға рахмет, қасымда отырған әрбір адамға, сіздерге де рахмет, кураторлар. Қаттырақ дауыс шығарып тұрып айтыңыз. Қазір ұялып тұрмын, Жаным шығарып тұрып. Бәріңізге рахмет, ағай сізге және кураторларға және командаға, осы топқа бәріңізге рахмет айтам. Басында, конечно, қиын болды. Бірінші күн шум болды, стресс болды. Ана кісінің айғайы өзіме қатты бір стресс болды. Басында біріншісіне отырған кезде біз Арунаға Арайла бәріміз минусқа кеттік басында. Иә, минусқа кеттік. Мойындаймын. Сосын барып өзіміз былай жеке отырғанда, шум кішкене басылғанда, ол плюсқа шықтым. Плюс $100 и получается $50 бірінші күн плюс болды менде. Сосын ертесі күн 150, солай көтеріп кете берді. Жалпы қалай болып тұр нәтиже қазір? Күшті болып жатыр. Общий 1,200,000 таптым. Осы 10 күннің ішінде 1,200,000. 1,200,000. Еще әлі қазір ашық тұрған позицияңыз бар деп айтсыз. Дәл қазір ашық тұрған позиция бар, ол $950 болып қалған шығар. Керемет. Ашық көрсеткен болады ма? Ой, машалла. Фотосын көрсетеді екен қазір данный момент, иә? Көрсеткен, иә, міне? Иә, бүйтіп көрсетеді. Фотосын жаңа. Жатпайды, трейдерлер жатпайды әні. Қазір $1,200,000 тапқан, және қазір қанша доллар болып тұр? $932, яғни сонда $490,480. $1,600,000 болған екен. Керемет. Сіздің жолыңызды бүкіл қазақстандықтарға берсін. Енді біздің Қазақстан нарығында жаңа плюс бір трейдер звезда қошемет көрсетіп қойыңыздар. Рахмет, Жадыраханым. Дәл осындай мәтінде бізде Купис Нұрлыбек мырза марапатталады. Құтты болсын. Жалпы бізге Нұрлыбек мырза басында $1000 бастаған болдыңыз, иә? Капитан болды. Сондай қазір кәсіпкер Нұрлыбек мырзаны да құттықтап қойып, приложениеңізді сатып қандай? Авторынок.kz. Авторынок.kz деген жүктеп алыңыздар приложениені қосымшаны. Сол кісінің жалпы основательдердің бірі болады. Сондықтан Нұрлыбек мырзаны да қолдап бір қошемет көрсетіп қояйық. Жалпы жоба туралы қалай болды жалпы? Жоба керемет болды. Ерболатыма жасаған көп рахмет. Көп үлкен адамдармен таныстым. Жақсы достармен уже пайда болды. Опыт пайда болды. Енді майда оқыдым ғой енді мен деген. Уже содан бастап дамып келе жатырмын, оқып келе жатырмын, үйреніп келе жатырмын. Айдрик командасына көп рахмет. Осы Ерболат мырзаның арқасында көп жетістіктерге жеттік. $1000 бастадық. Енді аяқтағанымызда басында минуста болды. Қазір плюс $274 вроде дауылып тұр. Керемет нәтиже. Жақсы адамдармен таныстық. Не деймін, не айтайын енді адамдарға? Армандау керек, және де сол армандарымызға жете білу керек. Өмірлік девизім менің өзім сондай. Жақсы, керемет. Нұрлыбек мырзаның несін бермей қаппыз ғой, иә? Нұрлыбек мырзаның несін бермей қаппыз, құтты болсын. Екінші топтың капитаны, Нұрлыбек мырза, рахмет үлкен. Аха.
Дәл осындай мәтінде енді біз білесіздер, алдында трейд жасау оңай болған жоқ, басында бір-бірімізбен танысқанша кішкене ауыр болды, өз білімімен, тәжірибесімен, трейдтің алдында бізге мотивация берді, өлең айтқызып, лидер болып жүрген адамдардың бірі Арун Артурович марапатталады. Привет, Арун. Арун, құттықтасын, так, міне. Статуэткаңыз. Жалпы, үшінші топтың лидері болды негіз басында болған кезде. Жалпы, осы жобаға Арунның өте қатты пайдасы тиді. Өзін біліммен бөлісті, команданың жалпы талпанын барлығымызды алға сүйреген адамдардың бірі Арун болды. Рахмет, Арун, сізге, ал сөзіңізге, өзіңізге. Рахмет баршаңызға. Осы жобаға негіз өзім бір көп ақша табам деген бір настроймен келген жоқпын. Көбінесе өзімнің біліммен, басқалардың білімін аламын деп, сондай мақсатпен келгем. Одан бөлек жақсы дос таптым, достар таптым, бір коллектив таптым десе болады, өз оймен бөлісетін. Қазір енді бір оймен үйде де бөлісе алмайсың, жұмысты үйге апара алмайсың. Сондықтан сіздерге көп-көп рахмет. Сіздермен танысқаныма қуаныштымын. Жалпы жобаға қанша ақшамен келдіңіз және қазір қанша болды? Депозит $500 келдім. 240-250 доллардай пайда таптым. Жақсы, керемет, Арун мырза, құтты болсын, рахмет. Жалпы жобаның жақсы өтуіңізге ат салысқан адамдардың бірі. Фотоға түсіп фото. Кеншеңе апат көрсетесің қаққа бардың. Ал енді келесі, ойбой! Немет, Шенок деген сөз әлі қалғаннан кетпейші. Жалпы, екінші серияда бізде не болған андай ойын болған сол кезде. Жалпы осы реалитетің өте көңілді, психологиялық тұрғыда өте қатты жақсы көмектескен атсалысқан Сүлейманова Алия ханым марапатталады. Қош айтыңыздар. Алия ханым, құтты болсын, берекелі болсын. Міне сертификатыңыз, міне статуэткаңыз. Ена біздің компаниятынан кішігірім сізге сыйлық. Алия ханымға рахмет, енді осы бізді басымызды қосып, самый бәрін бір-бірімен байланыстырып жүреді, психологиялық тұрғын жаңа айтып өткендей өте бір жақсы поддержкалар береді, көңілді жүреді. Рахмет. Жалпы осы жобаға сізге бір көп комментариялар кететін сияқты, осы кісі күшті екен деген сияқты. Жалпы жасыңызды барлығымыз басында айттық қой негіз. Енді рахмет осылай жобаға қатысып атсалысып жатқаныңызға. Қаншамен бастадыңыз, қанша болды, жалпы жоба туралы бір қысқаша айта кетсеңіз? Мен жобаны $1000 бастағам, плюс $300 минустерді болды, но сонда да $300 плюспен шықтым. Общий плюс $300? Плюс $300. Жобаға рахметімізді айтамыз Айтрейдке, соның ішінде Ерболат мырза сізге мынау еңбегіңіз еселене берсін, бүкіл қазағымды бай қылып, бәрінің көзін ашып жатқаныңызға сізге рахмет. Мында Айтрейдте осында риэлтор шоуда бүкіл мен қалай десем коллектив болып, бүкіліміз туысқандай болып қалдық. Барлықтарыңызға рахмет, бір-бірімізді қолдап әдемі осы жобаны аяқтағаным үшін. Дальше продолжение болады шығар деп отырмын. Кеткім келмей жатыр негізі. Жақсы, рахмет Алия ханым, сізге Алла разы болсын. Алия ханымға қошемет көрсетіп қояйық. Фото. Алия ханым фото. Солай. Алия ханым уже бауырас қалды, бәрінде. Жақсы, рахмет. Дәл осындай мәтінде бізде басында енді жақсы бастаған, қазір нәтижесін өзі айта кететін шығар. Оспанова Ақтолқан ханым марапатталады. Ал кеттік Ақтолқан. Қошемет көрсетіп қояйық Ақтолқанға. Ал құтты болсын, міне сіздің статуэткаңыз, біздің компаниятынан кішігірім сыйлық. Енді өзіңіз жоба туралы қысқаша айта кетсеңіз, нәтиже қалай болды, барлығын, Ал, рахмет, бүгінгі үлкен мероприятие болып жатыр ғой бізге. Сізге рахмет, ең бірінші. Осындай жобаны ұйымдастырып, бәріміздің басымызды қосып, танымайтын адамдармен таныстырып, үлкен жетістікке жеткізіп жатқаныңызға. Ал мен енді не айтайын, мен бастаған кезде жарт етіп, мен жарып шықтым да, одан кейін сразу сөніп қалдым негізінде. Маған көздеріңіз түсіп кетті айдым сіздердің. Жоқ, жалпы бәрін дұрыс, ашық айта беріңіз, қанша болғанын бәрін. Аллаға шүкір, менде
айтпай ақ қояйыншы мен суммамды. жоқ плюс минус Менде қазір минус, Аха. бірақ менде басында плюс болдым, қазір бүгін плюстемін, кеше плюс болғам, Аллаға шүкір. аха Құдай қаласа оның барлығы ақша, оның бәрі маған онша әсер етпейді, нормальный барлығы. Құдай қаласа бәрі жақсы болады. Жақсы. Ал мынау менімен бірге болған адамдарға айтарым, жетістіктеріңіз арта берсін. Құдай қаласа бәріміз бір-бірімізді көрген кезде қуанып, жүздесіп, күлісіп, не қылып отырамыз. Құдай қаласа. аха жақсы рахмет. Жалпы жобада енді минус болды деп жатсыз, жаңа суммасын айтпадыңыз, жарайды. Бірақ жалпы қандай қателіктер болды, не себепті олай болды? Мен өзімнің эмоцияларымды ұстай алмадым басында. Ол мен басында мен оқыған кездің өзінде де тоже сондай мен өзімде негізі бір үлкен минуспен келген болатын осы жобаға келгенде. Бірақ сол қазір мен түсіндім, что мен сол кезде қателіктердің барлығын мен түсініп, қазір енді менде ондай қателіктер жасап жатқан жоқпын, Аллаға шүкір. Жақсы. Жалпы жобаның қателіктерді түсінуге бәрінің пайдасы болды ма? Өте үлкен пайдасы болды. Үлкен рахмет барлықтарыңызға. Жақсы, керемет. Ақтаулық ханымға қошемет көрсетейік. Бұйырса, бұл тек қана жоғылы фото түсіріп отыр. Сол мойымаңыз, ала берсе жетістіктер алдамыз. Қараңыздар, жалғыз емессіз, сіз қазір командаластарыңыз, әріптестеріңіз бар. Сондықтан біз жан-жақтан көмектесуге сізге тырысатын боламыз. Анализ жағынан, білім жағынан, опыт жағынан. Рахмет, үлкен рахмет. Мен бұл нені енді ешқашан тастамаймын. Мен бұның түбіне жетпей қоймаймын деген өзім алдыға сондай мақсат қойдым. Сол мақсатыма жетем, Аллаға. Жақсы, керемет. Жақсы, Ақтаулық ханымға бір қошемет көрсетіп қойық. Рахмет үлкен. Ойбай, бұл жоба енді қызықты болды, басы ерегеспен басталды ма, төбелестік па, не болды? Эмоциялар кетті неше түрлі. Бірақ енді өте жақсы, бізде белсенді, постоянно бізге қолдау білдіретін, өзім жақсы сыйлайтын, былайша айтқанда ағамдай болып кеткен кісі ғой енді. Осыдан бір жыл бұрын танысқан едік. Садықханов Асылбек мырза. Қошемет көрсетіп қойық Асылбек мырзаға. Керемет. Жақсы қарасынан аттыр маған. Жақсы де, құттасын. Асылбек мырзаға қошемет көрсетіп қойық. Бұл кісі өзі еще спортсмен, 4 баланың әкесі, жобаға еще жалғыз келген жоқ. Жұбайымен бірге келіп, бізге видео түсіруге бәріне көмектесіп жатыр. Рахмет сізге де, Алла разы болсын. Енді сөз кезегі өзіңізге беріледі. Жалпы бүгін қорытынды бізде, білесіз. Баршаңызға рахмет. Ең басы сізге рахмет айтам. Жобаның басы енді қызықты болды. Кішкене ерегестен басталды деген сияқты. Бірақ аяғы тәтті дейді ғой, басы қатты, аяғы тәтті болды. Достастық бір сөз айтқан кезінде. Бұдан енді сабақ алғанымыз не? Ең бірінші команда жақсы болды, оны жасыратын жоқ. Басында кішкене қателіктер кетті, минустар болды, оны жасыратын жоқ. Қазір Аллаға шүкір плюстамыз. Ол күні негізінде бүкіліміз минуста болдық. Оны жасыратын жоқ. Сол қатты болған ғой? Сол күні өзіміз эмоцияны кішкене сақтамай үйге тастап кетті, тәртен кішкене минусқа кетіп қалды да. Одан кейін Аллаға шүкір бүкілі минус. Қазір плюс примерно $170 қазір. $170. Керемет. Мен өзімнің $120 жаптым ғой. Минус. Сіз еще басында жоба кезінде минуста жүрдіңіз? Минуста жүрдім да. Соны плюс 170 болды. Қанша депозитпен бастап едіңіз? 500 депозит. $500 170. Жаман емес, керемет. Бүгін еще $40 деп қойды. Жақсы, Асылбек мырза, Алла разы болсын. Фото түсірейік, Асылбек мырза. Бізде Асылбек мырза жақында жарысқа қатысқалы жатыр екен. Ережесіз жекпе-жек, қателеспесем 15-і болады, сәттілік тілеп қояйық. Бұл кісі жан-жақты, не только трейдер, кәсіпкер, спортсмен, көпбалалы әке деген болады ғой негізі. Көпбалалы әке, сіздің жолыңызда біздер жастарға берсін. Рахмет. Жолыңыз ашық болсын. Рахмет сізге, Алла разы болсын. Бұл Асылбек мырза шынымен де жекпе-жекке шығайын деп жатыр. Дәл осындай мәтінде енді өте біз позитивті, бір өзі күшті адам бар ғой. Бүкіл бізде шетелге ұшып жатқан қаражаттардың бәрін басқарып отырады десе де, жалпы аэропортта істейді, біздер есеппен жақсы, бухгалтер бізде Әйгерім Кенесовна марапатталады.
Айгерім ханым құтты болсын, ал сертификатыңыз. Рахмет. Аха. Ұстатып еткіңіз. Біздің кішігірім сыйлық. Енді сөз кезегі сәл алға қарай тұрсақ. Аха, сөз кезегі өзіңізге беріледі. Так, біріншіден, Ерболат мырза, мынау бүгінгі ұйымдастырған жобаңызға үлкен рахмет, әріптестеріне де рахмет, қыздарға, жігіттерге барлығына. Бұл жоба мен үшін бұл үлкен тәжірибе алдым деп ойлаймын. Кәдімгідей прямо сезіледі маған. Мен бастадым, осыдан 1 жыл бұрын бастадым да тастап кеттім. Біразға дейін тастап, осы қайтадан сізге келгенде бір как новенькая сияқты болып келдім ғой 1 жылдан кейін. Барлығымен таныстым, білістім, көрістім, сіздермен де қуаныштым танысқаныма. Барлықтарыңыз табысты болыңыздар. Жаңағы үлкен нәтиже көрсете беріңіздер. Бүкіл әлемге жететіндей деңгейіңіз арта берсін, Ерболат мырза. Сол мен өзім жалпы результатым ошибкам мойындаймын. $1000 келдім. Кеш емес бірсі күні ма қатты мен минусқа кірдім да, соны почти уже көтеріп алдым. Ну, минус қазір $50 болып тұрмын. Жақсы, керемет. Ой, керемет. Ең бастысы, қандай минус болса да жақсы, $50 дегеніміз көп емес деп ойлаймын. Тәжірибе алып шықтыңыз деген ойдаймын. Жалпы өзіңіздің әріптестеріңіз туралы не айтасыз? Әріптестеріме үлкен рахмет. Менше бүгін единственный Нұрлыбектің стратегиясымен бүгін өз бетіммен істеп сол стратегияға бағындым. Бағынғаннан кейін плюске шықтым. Рахмет. Жақсы, керемет. Екінші топқа қошемет көрсетейік. Дәл осындай мәтінде бізде 25 потокта ғана бітірген тоже Жадырхан группаласы еще ойын ойнастырған кезде жалпы мен ешнәрседен қорықпаймын деген сияқты айтып қалды. Жалпы тренингке қабілеті өте жақсы келеді екен. Біздің арамыздағы ең үлкен қатысушы Сүлейменова Роза ханым марапатталады. Ал, құтты болсын Роза ханым, сізді құттықтаймын. Еще бұл кісі енді көп адамға мотивация болады деген үміттемін. Өйткені көп адамдар бізде уже жасына қарап ограничение қойып тастайды. Бірақ бұл кісі жетістікке жетуге болатын бір дәлел болды. Сіз де өз инстаграмға көп салып кеттік соңғы кездері. Жалпы енді жоба туралы өзіңіз қорытындылап бір айтып жіберсеңіз. Бірінші айтарым, iTrade компаниясына, командасына үлкен рахмет. Әріптестеріме рахмет. Осы жобаға келіп, өзімізге орта таптық, дос таптық. Барлықтарына сәттілік тілеймін. Ал жобаға келгенде $500 мен бастадым. Қазір плюс $340. Жақсы, керемет. Енді трейдинг жасқа қарамайды. Жастармен жас болып жүрдім. Бәрімен ойнап, күліп. Барлықтарына рахмет, сәттілік тілеймін. Жақсы, рахмет Роза ханым, фото түсірейік. Енді сертификат дәл осылай мәтінде арамыздағы ең жас трейдер, студент Қуаныш Нұртай марапатталады. Нұртай құтты болсын. Нұртайға да алғысым шексіз. Давайте Нұртай, жалпы жоба туралы өзіңіз қысқаша айта кетсеңіз. Біріншіден сізге алғысым шексіз, рахмет сізге. iTrade командасына тоже рахмет, алғысым шексіз. Бұл жобаға келгенде бірінші тәжірибе, білім алам деп келгем. Ол мақсатыма жеттім. Көптеген стратегиялар және психологиямды дұрыстадым. Келгенде $500 мен бастадым. Қазір минус 80, бірақ ол минусым өзімнің психологиямның бір кезде ашпайтын кезде ашып, асықсып, стоп-лосс қоймай дегендей сондай кездерде болды. Соның арқасында минус 80, атак 300-ге түстім, қазір 400, қайталап плюсқа шығам деп ойлаймын. Жақсы. Керемет, Нұртай әлі 18-де ғана, Алла бұйырса жетістіктеріңіз алда.
мойымаңыз сала бұйырса минус $80. Енді студент үшін нормальный ақша болуы мүмкін, бірақ сіздер енді алдағы уақытта тәжірибе алмасып, уже жалғыз емессіз, коллегаларыңыз бар, сондықтан әлі талай жетістіктерге, плюстарға жетесіз деген үміттемін. Рахмет. Иә. Ол қайта бізден озып тұр ол. Иә. Осылай жасымызда біз лағып жүреміз. Ерте басам, рахмет үлкен. Фото. Ал енді дәл осындай мәтінде ең соңғы қатысушымыз өзі блогер Алматы қаласынан арнайы келген болатын. Осы жобаның жалпы жақсы өтуіне, жалпы эмоционалды түрде жақсы әңгімелер болды. Жакенов Ерасыл марапатталады. Ерасыл құтты болсын. Ерасыл енді Forbes-қа кірем деп жүр ғой, иншалла Forbes-қа кір. Біз шын жүректен тілектеспіз. Жалпы жоба қалай болды, өзің бір қысқаша айтып өтсең, Ерасыл. Мен білмеймін, енді Алла тағала маған өмірде көп нәрсені беріп қойған екен. Бүгін өте эмоциональный күн болып тұр. Негізі мен бүгін мамаммен сөйлесіп кішкене сондай моменттер болды. Бәрі қазір енді күшті ғой. Осы реалитиге көше берсек, реалитиде негізі біз долго планировали. Негізі мен негізі вообще акцияны білмейтін. Осы процесс үйрендім ғой. Осы жаңа стратегияларды білетін адам құсап жүрдім да негізі. Басында Форексті үйреткен Ерболат. Оның өзінде кішкене шалапала үйреніп, потом Алматыға кеткен болатын. Осы реалитиге мен негізі адамдарға кішкене жынына тиюге, кішкене қытықтап сөйлеп, адамдардың сөйтіп жындарын шығару миссия менікі болды да негізі. То есть ол жерде жарайды просмотр қызықты болса да, просто адамдарға көрсетейік дедік. Жалпы өмірде көбімізде андай жағдайлар болуы мүмкін. Бір нәрсе келсе, бәрі бірдей келеді ғой. Беда не приходит жалғыз дей ма, неме дейді? Соның бәрін көрсету керек болды. Неше түрлі челлендждер болып. Негізі трейдті жаңағы спокойно отырып жасау керек қой. Біз әдейі шум создавать етіп, ана жерде ерегістіріп, адамдардың жынына тиіп сөйтпекші болдық. Не үшін? Чтобы сіздер ертең шыққаннан кейін бүкіл нәрсеге дайын болсын деп. Ерболат екеуміз осында пландап жасаған болатынбыз. Атақ негізі мен өте добрый адаммын. Асеке? Асеке мен кішкене уже потом біліп алып істедік. Саған рахмет, Ерболат. Мен Ерболатты кішкентай кезден танимын. Бүкіл Шығыс Қазақстан Ерболатты таниды. Біз айтқан, біз оқып жүрген кезде, мә Ерболатта мін жоқ деп оқып жүрген кезде мектеп, потому что ол өзі алтын белгіге бітірген. Мы все были уверены, что ол жоғары жақта жүретінден ше. Біз то есть осындай досым бар екеніне рахмет саған Ерболат. Ата-анаңа рахмет. Ата-анаң жақсы танимын ғой енді. Сол кісілерге рахмет. Және өзіңе рахмет. Мені осылай мықты трейдер қылып шығардың. Қазір мен небольшой плюстамын. Сол процессте жүріп, кеше соңғы күні 11-ші стратегияны үйреніп, сонымен жасадық қой. 11 уровень ба? 11 уровень. Сол кезде плюсқа шықтым кеше. Кеше күн. Мен ойлағам, ең аз плюс менде шығар деп сөйтсем, минусқа кеткендер де бар екен ғой. Сол, я в небольшом плюсе. Рахмет. Бәріңізге күшті. Красавчик, молодец. Рахмет. Енді Ерасыл, енді бұл жалпы рингқа шыққаннан қиын емес шығар, Негізі мен айтып тұрмын ғой, маған бірінші ата-анама рахмет, потому что воспитание жақсы болды, психологически өте мықты қылып өсірді мені. Біліммен өсірді мамам. Содан кейін өмірдің кейбір моменттеріне сынып қалмауға сол әсер еткен шығар. Бір Алла өзі берді, бір Алла шешіп береді. И андай бір паника, стресс, страх деген особо жоқ. То есть білем жасайтынды, бірақ білім керек, действовать ету керек болды. Сол екі оймен ғана жүрдім. Андай моменттер болды, алдында минусқа кеткен кезде қоя салсам ба екен деген сияқты. Бірақ сол кезде өзім айттым, сынбаймын, до конца барам, потому что ол реально трейд қазір бизнес, то есть бизнес будущего. Будущее наступило қазір. И значит біз осыған бәріміз ауысуымыз керек, потому что әлем тоқтамайды никогда. Сондықтан бүкіл қазақ трендтен қалмай, осы білімді меңгеріп,
табыстауымыз керек срочно времени. Иә. Жақсы, рахмет. Ерасыл енді көріп тұрмыз, иә. Шын көңілден бәрін айтып жатыр екен, көздерінен көрініп тұр. Ерасыл да бүгін эмоционально тұр. Ерасылға қолдау білдіріп қояйық, ала берсе, иә. Көшеде жүрсек, постоянно бір 5 минут сайын 2 адам, 3 адам келіп қайта фото алып Ерасыл жада жүрсен. Бүкілі таниды қазір. Ерасыл енді ала берсе, алдағы уақытта саған сәттілік, иә. Давайте фото түсіп қояйық. Жақсы, рахмет үлкен енді баршаңызға. Иә, енді қараңыздар, бізде арамызда ең жақсы нәтиже көрсеткен, сонымен бізде рейтинг бойынша енді бірінші орын алған Жадыра ханым екен. Жадыра ханымға кішігірім сыйлығымыз бар еді. Сол үшін Жадыра ханымды Ерасылдың командасы Жадыра ханымды қошеметпен ортаға шақырсақ, үздіктердің үздігі деген андай бір медаль табысайықта тұрмыз. Жадыра ханым керемет. Жадыра ханым құтты болсын. Жалпы сіздің неңізге қарап, нәтижелеріңізге қарап, біраз адам трейдингке келеді деп ойлаймын. Енді жалпы барлықтарыңыз бірдей бастаңыздар. Даже сіз кейбір адамдардан аз суммамен бастаңыз. Осылай жетістікке жетудің құпиясы неде? Соны бір бөлісіп қойсаңыз. Айтпайын десеңізші. Алдыға. Жалпы қысқаша бір айтасыңыз, иә. Қалай жасайсыз жалпы? Жоқ, кәдімгі стратегияны ашып айтамыз, жалпы не нәрсе маңызды трейдингте? Сабырлы болу керек. Всегда позитивте жүру керек, и сабырлы болу керек, и депрессияға түспеу керек, минусты қабылдай білу керек соны. Жақсы. Бүгін күнмен ешқашан уақыт тоқтап қалмайды. Ертеңгі күн бар, бүгін минус болсаңыз, ертең плюс боласыз 2 есе. Сосын сіз тағы бір айттыңыз, иә, мен жұбайым бар, ол кісі басқа саланы меңгеріп жатыр, мен басқа саланы меңгеріп жатырмын. Екеуміз жарысып жатырмыз деп. Оның оқуында мен оқып жүрмін. Ол кісі, мен шындықты айта берейін. Мен мына кісіні бітірген кезде, реалити шоуға баратын кезде, бір 2-3 күн қалған кезде бір кісіден оқу алды Шымкенттен. Сөйтті да ол басын 2 күн ба 3 күн ба беріліп оқыды, мен ана плюстарымды көріп отыр ғой ол. Мен де содан оқып алып істеп алам, короче, анау мынау дегендей болды. Екеуіңіз арасында жарыс кетті. Иә, жарыс кетті, ладно дедім. Сосын ол еще тендерді алды. Тендерді бастады, өзі бір күн оқыды да, сосын тастап кетті. Оның ары қарай мен оқып жүрмін до сих пор. Ана оқуды да тастады, оны да мен оқып жатырмын. Екі оқуды да. Иә, басында кірді ол $100. Ладно, қоймай қойған екен. Жүр дедім де, 86 теңгемен бір $200 жақындай салып бердім. Оны минус қылып тастады ол, короче. Жоқ қылып тастады. Сөйтіп, қазір бір операциядан кейін оған қазір жұмыс істеуге болмайды. До этого ол медик болған, скорыйда ауыр көтеруге болмайды. Сосын ол қазір таксовка жасап жүрді арасында. Сөйтіп, қой, өзің таксовка жасай беремін, сен мына өзің жасай бер деді маған. Короче, өзім жасап жатырмын. Ол айтады, сен жақсылап үйрене бер, сенен мен үйренемін дегендей қылып жүр, короче. Жақсы, керемет. Енді әрбір адам Жадыра ханым сияқты нәтижеге жететін болса, біздің сөзсіз экономикамыз, еліміз бәрі дамиды. Сол үшін байсы арасында қазақ байсын деген осындай кісілерге қарап айтылған ғой негізі. Рахмет үлкен, сәттілік. Бұл тек қана баса-баса болсын. Ойбай байқасын. Ал енді рахмет баршаңызға, Алла разы болсын. Осы бір ауыз сөзімді жерге тастамай келгендеріңізге, жалпы қолдан келгенше подарктеріңіз бар екен көріп тұрмын десене. Жақсы. Жалпы рахмет. Қалай жалпы жоба ұнады ма? Ерболат мырза, сізге, сіздің командаңызға рахмет. Көп-көп мынау еңбектеріңіздің жемісін көре беріңіздер. Бүкіл қазақтың көзін ашып, байтуға себеп бола беріңіздер. Командаңыз көбейе берсін, атағыңыз арта берсін, әрдайым өстіп, не дейміз, осындай жақсы нәтижелер көрсете берсін. Біз сізге енді қанша табыстап жатырық, минуста болсақ та табыстағылар больше сияқты. Сол өзіміздің атымыздан құттақандай ғана сыйлығымыз бар. Соны қабыл алыңыз. Рахмет үлкен. Екі қызға андай рахмет. Блокнот таңдадық. Сізге. Мына жерде блокнотта тек қана армандар жазыңыздар, армандарыңыз орындалсын. Фаризаны білесіздер ғой тарадың. Сол сияқты жақсы муж, и жақсы бала, и жақсы үй, бизнес бас. Насып етсін. Ерболат мырза, мынау осы iTrade-те бізді оқытып жатырсыз ғой, сізді өзі трейдерсіз жақсы, ақшаңыз көбейе берсін, мынаның ішінде миллион, миллиардтар жүре берсін. Амин. Доллар санап жүрмін ғой. Ал кәне, енді мынау біздің кураторларымызды да құрығы қалдырмайық деп біз Дарын, Азамат, Шынасыл үшеуіне
армағанымыздың подаркасы. Біз көратын. Рахмет жігіттер. Мынау группаның атынан барлығы сендердің де ақшаларың көбейіп, Ерболат мырзаның атынан ере беріңдер сендер. Жоқ, осылай үлкейсің да, осындай. Иә, құдай қаласа осындай сендерге де жұғысты болады, құдай қаласа. Рахмет көп. Рахмет үлкен елеп ескеріп жатқандарыңызға енді расында күтпеген жағдай. Рахмет, Алла разы болсын, бәріміздің табысымыз арта берсін. Тек қана осылай жақсылықта кездесе берейік, иә? Бізде қазір енді алдағы план бойынша ойындар, анамна ойын ұйымдастырғанбыз, переживать еттім. Келіңіздер, вообще бір фото атсайық, иә? Басында шөп қауын бөлінген еді, кім еді? Ақылбек, Ақылбек, Иә, төртеуміз бірге жақынырақ отырып алсаңыздар, төртеуміз, бірінші топ. Ал, бізде бірінші ойын аты поле чудес деп аталады десең, қалжыңай. Екінші қазір қараңыздар, бізде. Ау? Иә, сол ойын қандай ол? Давайте былай жасайық. Сау болыңыз, альхамдулилля. Енді қараңыздар, былай жасайық. Қазір бірінші топ пен үшінші топтың капитандар кім еді бізде? Бірінші топтың. Ерасыл. Чемпиондар командасы. Ойбай, чемпиондар командасы. Құтты болсын. Жалпы общий нәтиже бойынша. Екеуіңіз келіңіздер жүр. Алда кім демеңіз? Әлия ханым қандай адамдар демеңіз? Жоқ, екеуің. Төбелес. Жақсы, қазір бізде мынандай ойын бар. Мына гонгон аты, гонгон аты деп айтсақ болма. Мына ойын аты бәйге деп аталады. Өзім нақады оқырасың. Суды төкпей кім бірінші финишқа келеді, сол адам жеңімпаз. Бұған ұпай беріледі. Үш дегенде бастаймыз. 1, 2, 3 сәттілік ал, кет. Так, Асылбек мырза алда келе жатыр. Бұл жерде енді психологиялық тұрғыда асықпау керек. Көрсет, төгілген сайын бұл трейдингтің нағыз мысалы. Жоқ, ауыстырасың енді. Ауыстырып түсіне қоясыз. Жоқ. Мынау татасында қағазынан орын апарасында адам қайтадан. Одан ережен Асетіміз өзінің ойдан шығарып жіберді. Көрдіңіздер ме, бұл жердегі ең басты нәрсе асықпау керек. Тура трейдинг сияқты ғой, трейдингте де асықсаңыз осындай нәрселер болады. Уақытты кім тексереді деп отыр? Уақыт жоқ, мынау финишке кім бірінші келеді, сол. Опа. Салам алейкум. Все болды. Кетті ғой тағы да. Все, жеңіс Ерасылда құтты болсын. Бірінші топ. Керемет. Жақсы, құтты болсын. Құтты болсын деп қой. Жеңілістер құтты болсын деп. Суды шықпайды, суды десе. Үшінші топтың лидері Арун мырза. Ал, дайынсыздар ғой, иә? Қима. Анадан. Болды, нормально. Үш дегенде бастаймыз. 1, 2, 3, кет. Нұрмабек алла. Анайса кетіп баратыр. Чемпион. Үшінші топ. Ерасылды видеоды кесіп қалған. Ашене. Чемпиондар деп айтты, чемпиондар мықты, жақсы. Рахмет. Үшінші топ әзірге алда. Рахмет, құттықтап қояйық. Так, енді алып тастайық, иә? Біз ұшып кеттік. Сіздер ұшып кеттіңіздер, сіздерде 0 ұпай. Бірінші топ 5 ұпай, үшінші топта 10 ұпай. Әзірге үшінші топ алда. Мен кіммін деп атадым. Бұл жерде бәріміз қатысуымыз керек, өйткені. Отырыңыздар. Қызықты ойын енді. Бір-бірімізді жақсы танып қалдық па негізі? Жоба барысында? Ал кеттік. Кімнің сөзі? Ал кеттік. Экранға назар аударамыз, қараңыздар. Тұрыңыздар, баспаңыздар. Қол көтереміз. Кім бірінші қол көтеріп, сол адамдық қана. Егер дұрыс жауап бермесеңіздер, 1 ұпай шегеріп отырамыз. Қазір көресіздер. Қол көтересіздер. Кімнің сөзі? Айтып қойып жоқ, саналмай. Кім қол көтеріп, сосын айтады, мысалы сіз дұрыс жауап айтып қойдыңыз ғой. Бірақ оның Ақтолқын ханым не істейді, қол көтеріп мен айтайын дейді, сіздің жауабыңыз қайталаса, Ақтолқын ханымдікі саналады. Ал сізде -1 ұпай болып шегеріледі. Хорошо, топтық жұмыс. Ақылдасып отырыңыздар. Ал кеттік. Келесі слайд. Аскаридалар қозғалып өзіміз ғой дейді. Кімнің сөзі? Так, кім бірінші?
Кім бірінші? Әсет мырза бірінші. Әлия ханым. Неге Әлия ханым? Өйткені ол әр трейдте сразу саусақпен бірге. Аскаридалар қозғалып кетпесін, аскаридалар кетіп қалмасын. Жақсы, дұрыс, Бүрікбай, жазып отырайық мына жаққа. Бірінші топқа. Ал келесі экранда көрсетілген кімнің сөзі? Мана бар емес пе? Алтын анализ четко орындалды дейді. Кімнің сөзі? Жадырахан. Жоқ, сіздерден Бүрікбай шегеріліп, тағы қандай жауаптар бар? Мына сөзге акцент қойыңыздар. Кім? Дұрыс. Екінші топқа Бүрікбай. Нұрбек мырза, мана бар емес пе деп бастайды, жақсы, келесі сөз. Мен стоп болсын, мүлде қоймайым вообще дейді бір кісі бар. Кімнің сөзі? Әйгерім ханым, өзі қол көтер. Кім? Өзім. Дұрыс, тағы да Бүрікбай қосып берейік. Ал, келесі. Бәріміз өседі ол ағай деп отыра берейік. Кімнің сөзі? Өзі көтерді бірінші. Мен до конца күтемін. Жақсы, Жадыра ханым, е? Ал кеп, келесі. Анализ ұнады ма? Кәсіби білесіздер ғой, ешін шыға дейді. Кім білесіз? Кім бірінші қол көтер? Кім? Нұртай. Нұртай кімнің сөзі? Арун мырзаның сөзі. Арун мырза, не Арун мырза сабақ түсіндіреді де, іште кәсіби нөмір білесіздер. Жақсы, келесі. Мә, апай қатырасыз деп айта береді, еще қауым емес қой бұл деп екінші рет айтқан. Роза ханым ал. Айтолқын. Дұрыс, Бүрікбай бірінші топқа жазып отырмыз ғой, Чина. Ал кет, келесі сөз. Я ничего не боюсь деген, сразу. Ал келесі сөз. Келесі сөз. Я здесь король деген кім сөз? Өзім сөзім білемін. Кто здесь король? Я король здесь. Все, жақсы. Ал енді келесі сөз. Күніне мен бір рет жасаймын. Акция дұрыс негіз дейді кім сөз? Кім болды сонымен? Өзім ғой, өзім. Жақсы. Келесі. Қарсыластар оңай болған жоқ. Біз де барынша тырыстық. Бұл жерде енді айта кететін нәрсе, көп кісілердің еңбегі камерадан тыс көрінбейді негізі. Осыншама атсалысып жатқан, мысалы Гүлжанат ханым бар бізде. Көп камерада көрінбейді, көп көрсетілмейді. Бірақ қанша дегенмен ол кісінің де осы жерде жүрген, камераның сыртында жүрген кураторлардың да әрқайсының жасап жатқан орасан еңбегі бар. Мына жерде Ерболат мырза бар, біз бар камерада жүргенмен, негізі осы шоуда бізден көп еңбек етіп, бізден көп осыған алаңдап, дүниесін бөліп жүрген кісілер сол кісілер негізі. Соларға осынша нәрсеге ұйымдастыруға атсалысқанына, барлық осы ұжымға, барлық осыған қандай да бір кішкентай да болсын үлесін қосқан әрбір жанға Алла разы болсын дейміз. Амин. Біздің жеңісіміз сіздерге құтты болсын. Жақсы, рахмет. Келесі сыйлығымыз фильмге 2 билет. Енді біз ойланбастан, жалпы жобаға, жалпы бүгін ойында өте белсенді қолдан келгенше стараться етіп жатқан адам бірі бар, және ол жалғыз келген жоқ осы проектке. Асылбек мырзаға. Бұйырса, жеңгеміздегі кино барыз, любой өзі ұстандаған кино бар, Енді тағынды қалай, мынандай айтпау енді невозможно. Бүкіл ұжымға рахмет, мына жерде мен Әсет мырза айтып жатыр. Ұжымдарға Гүлжанат бүкілі жүгіріп жатыр, көріп жатырмыз. Бүкіліне Алла разы болсын, бір жағынан қимай жатырмыз уже, жүрек деген дүрсілдеп тұр. Бірінші Ерболат мырза, сізге Алла разы болсын. Мен өзім ойлаймын бірінші енді бүкіл Алланың қалауымен ғой, бүкіл нәрсе бұл Алланың қалауымен, Алла қалағаннан кейін бүкіліміз осылай жиналып тұрмыз да, бүкіл нәрсе. Ерасылмен танысып жатырмын, Арунмен танысып жатырмын. Көп енді бүкіліне ырзамын бір сөз айтқан кезде. Сізге Алла разы болсын. Жақсы, болсын. Амин, рахмет. Мен жолымды сізге берсін. Амин. Қолда келсеге. Рахмет. Жақсы. Бойда емес, тойда кездеге. Жақсы. Так, енді 2 билет қалды ғой. Өзіміз голосовать етейікші. Кімге? Жалпы өздері белсенді, жалпы осы жобада өзіміз голосовать етейік, әділетті болсын. Кімге деп? Жадыраға берсек. Жадырахан қайда ол? Оқысы 1,5 миллион бұрадым десе қазір.
ал Жадыра ханым онда құтты болсын. Бұйырса жездемізбен неге барыңыз киноға. Рахмет Жадыра ханым. Сөйлей алмаймын мен. Неге жылап тұр? Жоладан ба? Жақсы, енді эмоциялар болады. Ничего, камера түсіріп алыңыздар десе де көрсетеміз. Енді бір бауырлас қалдық. Рахмет, өте қызықты болды. Расында, енді сіздердің барлықтарыңыздың алдарыңызда, Инстаграмда да, камерада да, бүкіл де, как будто Ерболат ашып айтыр дегенде мен жалғыз жүрген сияқты көрінуім мүмкін. Бірақ расында осы Гүлжанат, Азамат, Әйгерім, Дарын, Шынасыл, кімді айтпай қалдым? Осы негізі біздің қазір компания болып осылай шоу ұйымдастырып жатқанымыз мен жалғыз вообще көп нәрсенің барлығын ұйымдастырып ол команданың арқасы. Сондықтан өзім командама алғыс айтамын. Жалпы осы негізі жобаның мақсаты реально трейдинг саласында қазір білесіздер, Instagram, TikTok қарасаңыздар, осылай жыл бұрын бастаған кезде біз 5-6 адам едік. Жалпы қазір өте көп. Қазір біздің арамызда да оқытып жатқандар ол жақсы әрине, егер жақсы біліп оқытса. Бірақ қазір өкінішке орай көп адам жай оқыта салып сондай нәрселер болып жатыр да. Сол үшін біздің осы жобаның мақсаты жалпы трейдинг саласын реально табыс табуға болатынын, кез келген жастағы, кез келген мамандықтағы адамдар жасай алатынын көрсету болған. Көрсете алдық деп ойлаймыз. Енді статистика бойынша 11 адамдай қатысқан екенбіз. Енді почти санап тұрсам мен 7 адам плюста екенбіз. Ол өте жақсы нәтиже деп білемін. Бұл жерде барлығы шындықты ашып айттық, минуста болады, плюста болады, барлығын көрсеттік. Енді бұл жобаның жалғасы болады деген үміттеміз. Енді ол көрермендерге байланысты, көрермендер жақсы қолдау білдіріп жатса, неге екінші сезонын жасамасқа деген сияқты. Сол үшін баршаңызға алғыс, табыстарыңыз арта берсін, берекелі болсын. Жалпы осы біздің түсірілген реалити көрермендердің көңілінен шығады деген үміттемін. Рахмет баршаңызға, Алла разы болсын. Сонымен осымен біз біттік. Рахмет. Колокольчикті басып, подписаться етіп, комментарийді жазуды ұмытпаңыз.